Бай әке, кедей әке, аудиокітап, үшінші тарау, екінші сабақ. Қаржылық сауаттылық неге керек? Құрметті тыңдарман, егер де сіз алғашқы тарауларды әлі тыңдамаған болсаңыз, комментарий және описание бөлімінен алғашқы тараулардың сілтемесіне өте аласыз. Каналдың дамуы үшін каналға жазылып, және де біздің жаңа аудиокітаптарымыз сізге көрініп тұру үшін қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. 1990 жылы менің ең жақын досым Майк әкесінің империясын өз қолына алды. Оны ол әкесінен де артық басқара бастады. Біз 2-3 жылда бір рет гольф ойыны алаңында кездесіп тұрамыз. Олардың әйелі мен екеуінің байлығын сіз көз алдыңызға елестете де алмайсыз. Бай әкенің қаржы империясы сенімді қолға тиді. Енді Майк өз баласын мұрагерлікке дайындап, бізді кезінде әкесі қалай тәрбиелесе, ұлын солай тәрбиелеуде. 1994 жылы мен 47 жасымда жұмыс істеуді тоқтаттым. Менің әйелім кейін 37-де. Біз жұмысты мүлдем тастап кеткен емес едік. Күтпеген бір өрескел жағдай болмаса, біздің жұмысты істегенімізден, не болмаса істемегенімізден жағдай өзгермеген болар еді. Өйткені біздің байлығымыз қандай да жағдай болмасын инфляцияны қосып есептегеннің өзінде автоматты түрде көбейіп отырған еді. Шамасы бостандық деген осы болар. Капитал жүргізуіміздің үлкендігі соншалықты сырттан ешкімнің көмегінсіз табыс әкелетін. Бұл өз қолыңмен отырғызған ағаш тәрізді. Сіз жылдар бойы оған су құюмен боласыз, бірақ бір кезде ол сіздің көмегіңізді қажетсінбейді. Себебі оның тамырлары айтарлықтай тереңге кетіп, енді ол үлкен көлеңке түсіріп, сізді қуанышқа бөлейді. Майк өз империясын басқаруды қалады, ал мен демалысқа кеттім. Мен адамдармен сөйлесіп пікірлескенімде, олар менен көбіне көп мынандай сұрақтарға жауап беруімді өтінетін. Қалай бастауға болады? Қандай кітапты оқып шыққан дұрыс? Өз балаларымызды қалай тәрбиелеуге болады? Табыс кілті неде? Немесе миллионды қалай табуға болады? Осылар жөнінде кеңес берулерін сұрайтын. 1923 жылы Чикагоның Эджуотер Бич қонақ үйінде еліміздің саясаткерлері мен бай бизнесмендерінің кездесуі өтті. Олардың ішінде болғандар мыналар: Чарльз Шваб, ең ірі тәуелсіз болат құю компаниясының басшысы; Сэмюэл Инсула, әлемдегі муниципиалды кәсіпорынның президенті; Говард Хобсон, ірі газ компаниясының басшысы; Айвер Крюгер, сол кездегі әлемдегі ең ірі компаниялардың бірінің президенті; Леон Фрейзер, халықаралық сеттельменттер банкісінің президенті; Ричард Уитни, Нью-Йорк биржасының президенті; Артур Коттон және Джесс Лайвермор, екі белгілі биржевиктер; және Альберт Фолл, президент әкімшілігінен. 25 жылдан кейін осы кездесуге қатынасқан 9 адамды мына жағдайлар күтіп тұрды. Шваб 5 жыл бойы қарыз алумен өмір сүріп, соңында көк тиынсыз қалып өледі. Инсула, Крюгер және Коттон банкроттықтан өледі. Хобсон жынданып кетеді. Уитни және Альберт Фолл түрмеге түседі. Фрейзер мен Ливермор өздері өлтіреді. Шындығында бұл адамдармен не болғанын нақтылы айта алатын сірә біреу бар ма? Оны мен білмеймін. Егер де біз бұлардың кездесу датасына көңіл аударсақ, бұл 1923 жыл еді. Яғни 1929 жылғы ұлы депрессияның қарсаңы болатын. Мүмкін осы жағдайлар олардың тағдырларына әсер еткен болар. Сондағы менің айтпағым, біздің уақытымыздағы өзгерістер ол кезеңнен гөрі әрі шапшаң, әрі радикалды түрде болады. Алдағы 25 жыл ішінде бізді күтіп тұрған оқыс көтерілулер мен құлдыраулар сол бизнесмендердің бастарынан кешкендіктерінен кем-де-кем болмайтындығы түсінікті. Міне сондықтан мені қатты алаңдататын бір жайт, ол жұрттың көпшілігінің зейіні тек қана ақшаға ауған, ал өздерінің ең басты байлығы білімдеріне көңіл аудармаушылықтары. Егер де сіз жаңа идеяларға ашық сезімтал болсаңыз, онда болатын өзгерістер сізді байқалады, ал барлық проблемаларды тек қана ақша шешеді деп ойласаңыз, онда сізге оңай болмайды. Қаржылық қараңғылық ақшаның тез жоғалуына әкеліп соқтырады. Жұрттың көпшілігі өмірде қанша ақша тапқандықтан емес, оның қаншасы есінде сақталғанның маңызды екенін аңғармайды. Мысалы, лотереядан үлкен ұтысқа шыққан бақыттылар туралы біз жиі естиміз. Алдында олар кедей еді. Бір сәтте бай болады, артынан қайта кедей болады. Олар миллион ақшаны қолдарына алғанымен, жуық арада қайтадан өздерінің тез қалыптарына түседі. Не болмаса, кәсіби спортшыларды естеріңізге түсіріңіздерші. Олар 24 жасында жылына миллиондаған доллар табыс тауып, 34 жасында жоқшылықтың салдарынан көпір астында түнейді. Бүгінгі газетте осыдан бір жыл бұрын миллионер болған жас баскетболшы туралы әңгіме оқыдым. Өзінің айтуы бойынша, оның жолдастары, заңгері және бухгалтері барлық ақшаларын алып қойғандықтан,
машина жуу орнына бірнеше тиын көлеміндегі жалақы үшін жұмысқа тұрады. Ол 29 жаста. Алайда саусағындағы чемпиондық сақинаны алып тастауға көнбегені үшін оны машина жуу жұмысынан да шығарып жібереді. Оның көрген зәбірі осылай газет бетінде пайда болады. Қазір ол өз құқығы жөнінде соттасуда. Оның айтуынша қолындағы сақинасы ең соңғы заты. Егер одан айырса, онда мен өлемін дейді ол. 1997 жылдың қазіргі кезеңінде бір сәтте миллионер болған көп адамдар маған белгілі. Мен әрине адамдардың бай болғанына қуанамын. Бірақ ескертетінім мынау. Ұзақ мерзімді кезеңде сізде қанша ақшаның барлығы маңызды емес. Оның маңыздылығы сол ақшаны өзіңіз және қанша ұрпағыңыз үшін жеткізе аласыз. Әңгіме осында. Сондықтан неден бастауға болады, немесе қалай тез баюға болады деген сұрақтарға менің берген жауаптарым жұрттың көпшілігін қанағаттандырмай таңқалдыратын. Мен оларға негізінде Байакеден естігендерімді ғана айтатынмын. Егер бай болғың келсе, қаржы туралы сауатты болуың керек. Бұл пікірді Байаке маған басыма шұқығандай қылып әрдайым айтатын. Жоғарыда атап кеткенімдей, менің оқымысты әкем әрқашанда кітап оқу керек деп айтатын. Ал Байаке қаржылық сауаттылық қажет дейтін. Егер сіз зәулім үй салғыңыз келсе, алдымен терең шұңқыр қазып, содан кейін мықты фундамент құюыңыз керек. Егер де қала маңында үй салғыңыз келсе, оған 15 сантиметрлік бетон жеткілікті. Ал шапшаң бай болғысы келгендер бірден Empire State Building зәулім үйін 15 сантиметрлік фундаментке отырғыза салып, тік тұрғызғылар келеді. Ақырында көп самай Пизан мұнарасы тәрізді қисайған зәулім үйді көреді. Ауыл шаруашылығы үстем болып тұрған дәуірде құрылған біздің оқыту жүйесі фундаментсіз салынған үймен парапар. Өкінішке орай, сол мектептерде айтарлықтай өзгерістер әлі болған жоқ. Сондықтан балалар мектепті қаржы туралы ештеңе білмей аяқтайды. Соңында бұлардың көпшілігі кедейлер легіне қосылып, пешесінен қарызға батып, түн ұйқысынан айырылып, егер де тез баюдың тәсілі табылса, менің ақша проблемаларым шешілер еді деп дөңбекшумен болады. Фундаментсіз үй салғанмен бірдей әртүрлі іс-қимылдарынан береке шықпай, ұйқысыз, мазасыз түндерге қайта оралады. Ал Майк екеумізде барлық мүмкіншіліктер бар еді. Себебі бізді бала кезімізде мықты қаржы фундаментін қалай қалауға болатындығы жөнінде оқытқан еді. Бухгалтерлік есеп іш пыстыратын және шатасқан оқулардың бір түрі. Дегенмен, сіз ұзақ мерзімді және тұрақты түрде бай болғыңыз келсе, бұл оқу сіз үшін ең маңызды білім болуы ықтимал. Осы күрделі салаға баланы қалай оқытуға болады? Әңгіме осында. Оны жеңілдетіп, тартымды әрі қызықты қылу керек. Алдымен суреттерді қолдану қажет. Байаке Майк екеуміздің ойымызға мықты қаржы фундаментін салып еді. Біз бала едік, бірақ ол бізді оқыту үшін қарапайым тәсілін тапқан болатын. Көп жылдар бойы ол суреттер салып, солар бойынша түсіндіріп оқытатын. Біз көрсетілген қарапайым жобалар мен терминдерді, ақша айналымын түсініп, егерген сайын ол біртіндеп цифрларды қоса бастайтын. Майк ақырында күрделі бухгалтерлік талдауды меңгерді. Бұл оған өте қажет еді. Қазір ол миллиардтаған қаржы империясын басқарады. Менің білімім оған қарағанда қарапайымдау. Себебі менің империям кіші, бірақ фундаментіміз бірдей. Бірінші ереже. Актив пен пассивтік айырмашылығын білу керек, және активтерді сатып алу қажет. Егер сіз бай болғыңыз келсе, осыны ғана білу жеткілікті. Бұл бірінші және жалғыз ереже. Алғашқыда бұл сізді мазақ қылғандай көрінуі мүмкін. Мұны кім білмейді дегендей. Алайда осы қарапайым қағидалық қаншалықты маңызды екенін жұрттың көпшілігі байқамайды, мән бермейді. Жұртшылықтың көбінде қаржы проблемалары осы актив пен пассивтік айырмашылығын түсінбеулерінен туындайды. Байлар активтерді сатып алады, кедейлер және орта класс өкілдері пассивті алады. Себебі мұны олар актив деп есептейді, дейтін Байаке. Біз мұны естігенде Байаке ойнап айтқан шығар дедік. Ол бізге бай болудың құпиясын қашан айтады екен деп жүргенде, бұл не сандырақ деп ойлайтын едік. Бірақ оның түсіндіру тілі жеңіл, қарапайым, әрі көкірекке қоным деді. Соларды ой елегінен өткізумен болдық. Актив деген не деп сұрады Майк. Ол туралы әзір басыңды қатырма, деді Байаке. Бұл пікірді тек қана қабылда. Егер сен осы қарапайым шындықты түсінсең, қаржы проблемаларынан құтқаратын сенде өмірлік жоспар пайда болады. Бұл идеяның қарапайымдылығы сонша, оған ешкім көңіл бөлмейді. Сонда сіздің айтпағыңыз ең бастысы активтің не екенін білу, сосын оны сатып алып баю ма, дедім мен қайта сұрап. Байаке басын изеді. Я, солай, қиын емес. Егер қиын болмаса, жұрттың бәрі неге бай болмайды, дедім мен таңданып. Байаке күлді. Себебі жұрттың көпшілігі актив пен пассивтің айырмашылығын көрмейді. Сонда қалай? Үлкен адамдардың соншалықты ақмақ болғандары ма? Дедім мен қызбалықпен. Бұл соншалықты оңай және өте маңызды іс болса, оны білуге бәрі неге тырыспайды?
Байеке бірнеше минуттың ішінде бізге актив пен пассивтің не екенін айтып берді. Қазір өзім ересек адам ретінде басқаларға мұны түсіндіре алмаймын. Неге? Себебі ересек адамдардың ақыл-ойлары толысқан, әркім өз ойымен өмір сүреді. Көпшілік жағдайда бұл қарапайым идеяға жұрттың көбі ден қоймайды, назарына да алмайды. Себебі оларды басқа білімді және кәсіби мамандықтары жоғары білікті адамдар өмірдегі басқа салаларға оқытқан. Мұның күрделілігі мынада: ересектерді барлық білетіндіктерін ұмыттыруға мәжбүр ету қиын, яғни оны қайтадан балалық деңгейге түсіру деген сөз. Оған кім көнер? Мұндай жағдайды саналы ересек адам өмірдегі қарапайым, мән-мағынасы айқын, басқаларға белгілі құбылыстарға зейін қойып жүрген өзінің дәрежесіне нұқсан келтірген жайт деп есептейді. Түсінбеушілікті не туғызады? Осындай қарапайым идеяны қалай бұрмалауға болады? Адамдар активті неге сатып алады? Ақиқатында олар пассив болса. Осылардың барлығына жауап ол мектеп қабырғасында болуы керек еді. Біздің бар ынтамыз сауаттылыққа бағышталған, бірақ қаржы жөнінде емес. Бір нәрсенің актив немесе пассив деп аталуы сөзбен айтқандыққа тәуелді емес. Егер сіз шатасқыңыз келсе, актив пен пассивтің анықтамасын сөздіктен қараңыз. Бұл сөздердің мағынасы тек қана жан-жақты дайындықты бухгалтерлерге түсінікті екенін мен білемін, ал жұрттың көпшілігі бұған зейін қоймайды. Дегенмен, біздер ересек адамдар бір сөздердің және анықтамалардың астарында қандай мағына бар екендігін байқамайтындығымызды мойындауға көпшілік жағдайда өркөкіректігіміз жібермейді. Байекенің бізге айтатыны: актив сөзбен емес, цифрлармен анықталады. Ал сендер цифрлардың не екенін білмесеңдер, онда актив пен пассивті ажырата алмайсыңдар. Бухгалтерлік істе маңыздылық цифрларда емес, әңгіме олардың не айтатындықтарында, нені көрсететіндігінде. Сөздермен айтқанның өзінде де солай. Маңыздылық сөздің өзінде емес, маңыздылық ол ненің бетін ашып отыр, нені айтып отыр, қандай қағиданы білуге бағыттап отыр. Түйіні осында. Мысалы, жұрттың көбі кітап оқиды, бірақ оқып шыққанның барлығын түсіне бермейді. Кейбір жоғарғы оқу орындарында мынандай пән бар: оқығаныңды түсіну. Жеме-жемге келгенде көбіміз осы сынақтан өте алмаған болар едік. Жақында мен бір бейне-магнитофон сатып алдым. Оны қалай қосып, қалай программалауға болатындығы жөнінде нұсқаулығы қоса берілді. Өзіме ұнаған бір бейне көріністі жазып алғым келіп еді. Алайда есі ауысқан адамдай нұсқаулықты түсіне алмадым. Осы бейне-магнитофонды программалаудан басқа ғұмырда менің алдымда күрделі іс болып көрген жоқ еді. Сөйтіп мен оқып беру жөнінде 5 алдым, ал мазмұнын түсінуде 2 алдым. Алдына келген қаржы есебін көргенде адамдардың көпшілігінде нақ осындай жағдай болады. Егер бай болғың келсе, цифрларды оқып және түсінуің керек, деп жиі айтатын Байеке. Сонымен қатар ол мынаны да жиі айтатын: байлар активті сатып алады, ал кедейлер мен орта класс өкілдері пассивті алады. Ал активті пассивтен қалай айыруға болады? Шындығында бухгалтерлер мен қаржы мамандары мұндай анықтаушылықпен келіспейді. Бірақ нақ осындай жай ғана жасалған суреттермен және қарапайым сөздермен екі кішкентай балалардың қаржы туралы білімдерінің негізі қаланып нығая берді. Бізді үйрету үшін Байеке қысқа да нұсқа айтатын, көбіне суреттер көрсетіп, сөздерді азайтуға тырысатын. Цифрлар бірнеше жылдар өткеннен кейін ғана қойыла бастады.